Біз қазір мемлекет басшысының жұмыс кабинетіндеміз. Тұңғыш президентіміздің 7 жылдық қызметінен осы ғимарат сол уақыттың ерекше тынысымен әрленгендей. Әрине, тұңғыш президенттің мұражайына барған әр адам осында болған тарихи оқиғалармен байланысқа түседі. Соприкасается с теми событиями, историческими событиями, которые здесь принимались, которые здесь воплощались. Бүгін біз осы жетістіктерді мақтан тұтамыз. Тұңғыш президенттің мұражайындағы экскурсия қызметі өте маңызды. Біз арқылы осы экскурсиялық презентациямызда олар бірінші президентті, еліміздің тарихын, қазіргі саяси дамуды біле алады. Осы экскурсиялық саясатта жаһандық процесте айналып, өз тарихымызды әртүрлі түстер палитрасында жеткізуге тырысамыз. Тұңғыш президенттің мұражайы маңызды орын алады. Ол мәдени және ғылыми білім беру орталығына айналған. Бүгінгі күні осы ғимарат халықаралық конференциялар, онлайн экскурсиялар мен дәрістер, Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттердің елшіліктерімен әртүрлі ынтымақтастықты жеткізетін халықаралық алаң болып табылады. Сондықтан бұл жерде біз үлкен рөл атқарамыз. Елбасы кітапханасы мұражайының қызметі өте маңызды. Большую роль, очень важна деятельность музея, библиотеки Елбасы.